Тәуелсіздік таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан, бабалар аңсаған, тарихы, дәстүрі, мемлекеті, туы, ел таңбасы, астанасы бар. Бейбіт ұрпақтың қолы жеткен ұлы күнде отанымызды мақтан тұта, мемлекеттік қызметте еңбек етудеміз. Мы обязаны сохранить и передать молодому поколению не только свободу, независимость и государственность, как наследие, доставшееся нам от предков, но и мирное, развитое государство, цветущую землю, здоровое, образованное и современное общество. Қазақ бай болу керек. Біз кейін қалған халық алға басып, жұрт қатарына кіру керек. Басқадан кем болмас үшін біз білімді, бай һәм күшті болу керек. Білімді болуға оқу керек, бай болуыңа кәсіп керек, күшті болуыңа бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек.